Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Алдында естеріңізде болса, Шыңғыс ханның шыққан тегіне байланысты сіздерге өзімнің білетін ақпараттарымды айтқан болатынмын. Енді сіздерге тағы да біраз өзімнің білетін мәліметтеріммен сіздермен бөліскім келіп отыр. Алдында Шыңғыс ханға байланысты мәлімет айтып, өзімнің білетін видео түсіріп, одан кейін ол видеоны YouTube каналыма салдым. Сол кезде маған біреу жазыпты комментарийге. Рашид ад-Диннің еңбегінде Шыңғыс хан моңғол деп анық жазылған деп. Сосын мен айттым, моңғол деп жазылғанына сенімдісің ба дедім. Сосын маған жауап бермеді. Қазір сіздерге мен Рашид ад-Диннің еңбегі туралы да ақпараттар айтып өтейін. Және де маған былай жазыпты: сенің атаң Шымкентке барған кезде қандай кітапты көргені белгісіз, авторы да белгісіз, кітаптың аты да белгісіз, дәлелденбеген нәрсе. Сен бір уағыз айтып тұрған сияқтысың деп маған жазып, оған бір күліп алдым негізі. Енді дәлелденбеген деген рас қой енді, бірақ бұл жерде ешқандай уағызды көріп тұрған жоқпын. Жалпы ол жерде мен дәлелденбеген нәрсе ғана айтқан жоқпын. Ол жерде мен кітаптың да атын айтып өттім, иә. Ол кітап әлі күнге дейін бар. Қазыбек Бектің "Түпті қияннан өзіме шейін" деген кітабы бар. Сол кітапты алып оқысаңыздар болады негізі. Енді Шыңғыс ханды жалпылама түркі деп айтатындар қазіргі кезде көп қой енді. Жалғыз мен емес, қаншама адам айтып жүр. YouTube-та ашсаңыздар да, Google-ға жазсаңыздар да, Шыңғыс ханды түркі деп айтып жатқан тарихшылар да, өзіміздің қоғамдағы мысалға адамдар арасында да Шыңғыс ханды түркі деп өздерінің білетін мәліметтерін айтып жүрген адамдар көп негізі. Сондықтан мен де өзімнің ойымдағы білетін ақпараттарымды айтқанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Енді қазіргі кезде қоғамда айтылып жүрген әңгімелердің бірі Шыңғыс ханды түркі деп айтудың қандай маңызы бар, не пайдасы бар деген әңгімелер айтылады, иә. Біреулер айтады, жоқ, оның пайдасы бар. Біреулер айтады, жоқ, оның ешқандай пайдасы жоқ деген сияқты. Енді сіздерге былай айтайын. Егер біз Шыңғыс ханды, яғни шыққан тегі түркі екенін дәлелдемейтін болсақ, 1465-66 жылы Керей мен Жәнібек құрған қазақ хандығындағы барлық хандарды, соңғы ханымыз Кенесары Қасымұлына дейінгі хандарымыздың барлығын біз моңғол деп айтуымызға тура келеді. Неге десеңіздер, олардың барлығының шыққан тектері Шыңғыс тұқымдары болатын. Өзіміздің мысалға бергі тарихымызды алайық, иә. Шоқан Уәлиханов, одан кейін Әлихан Бөкейханов, Шотаман Уәлиханов, бұлардың барлығының шыққан тектері Шыңғыс тұқымдары. Бұлардың да арғы тегі моңғол деп айтуымызға тура келеді. Оны мен өзім ойдан шығарып айтып тұрған жоқпын. Жалпылама әлем тарихында осындай түсінік бар. Және де оларда мынандай түсінік бар: түркі халықтары өздерін басқара алмай, олардың барлығында басқарушы моңғол тұқымдары болған деген түсінік қалыптасқан. Оны мен өзім ойдан шығарып айтып тұрған жоқпын. Сондықтан Шыңғыс ханның түркі екенімізді дәлелдеуіміз үшін болашақ жастар, біз болып, сіздер болып, біз Шыңғыс ханға байланысты мол ақпараттар жинап, өзіміздің білетін мәліметтерімізді айтып, осыған атсалысуымыз керек. Біз сонда ғана өзіміздің тарихымыздың ақиқатына жетеміз. Енді бұл жерде сіздерге айтайын дегенім Рашид ад-Диннің еңбегі жайында. Парсы тарихшысы Рашид ад-Дин өзінің еңбегін 1311 жылы жазған негізі.
иә дұрыс, 1311 жылы өзінің еңбегін жазған болатын. Және де оның еңбегінің аты Жамиғат Тауарих. Одан кейін Бабырдың Бабырнамасы, иә, құнды мәлімет көзі деп айтсақ та болады. Ол 1530 жылы жазылған негізі. Одан кейін Әбілғазының түрік шежіресі. Ол 1663 жылы жазылған еңбек. Яғни Рашид ад-Диннің Жамиғат Тауарихы мен Әбілғазының түрік шежіресінің аралығын 352 жыл бөліп тұр. Және де Рашид ад-Диннің еңбегінде моңғол деген атау кездеспейді. Ол мәліметтерде, негізі жаңағы сіздерге айтып отырған бұл еңбектерде моғол деген атауды кездестіруге болады. Моңғол емес, моғол. Және де бұл туралы айтады негізі Әбенай Тілеуберді, зерттеуші, тарихшыны, енді өздеріңізде естіген боларсыздар. Ол кісі айтады, бұл еңбектерде жаңағы Рашид ад-Диннің еңбегінде моңғол деген атау кездеспейді деп ол кісінің өзі де айтады. Ол кісі парсы тілін жақсы білетін тарихшы, зерттеуші болып табылады. Сонда егер мұқият мән беретін болсаңыздар, 19 ғасыр, яғни 1850 жылға дейін жазылған тарихи мәліметтерде моңғол деген атау мүлдем кездеспейді. Ал 1850 жылдан бері қарай жазылған еңбектерде моңғол деген атауды еңбектерде кездестіруге болады. Бұрынғыдай моғол татар емес, моңғол татар деген сөз кездесе бастады. Сонда тарихты ың деген әріп кәдімгідей өзгертіп жіберіп отыр ғой. Және де сіздерге айтайын дегенім, Әбілғазы өзінің түрік шежіресін жазған кезде негізі ол өзінің кітабында 30 бетінде негізі былай деп жазады: Шыңғыс ханға байланысты Рашид ад-Диннің еңбегінен басқа 17 шығарма бар екенін жазады. Және де жасырмайды, Рашид ад-Диннің еңбегінен кейбір мәліметтерін алғанын жазады. Негізі менің білетін мәліметім бойынша Рашид ад-Дин өзінің 2 томдық еңбегі бар ғой енді. 3-ші томында әлем тарихын жазамын деп ойлаған екен. Бірақ сарай ішіндегі интригалардың себебінен қайтыс болған екен. Енді сіздерге айтып отқан жаңағы Рашид ад-Диннің Жамиғат Тауарихы, одан кейін Әбілғазының түрік шежіресі кітабы да өте құнды мәлімет көздері болып табылады. Және де бұл жерде тағы да бір айта кететін нәрсе, Карамзинді білесіздер ғой енді. Карамзиннің Ресей тарихына байланысты еңбегі бар, иә? История государства российского деген еңбегі бар негізі. 1811 жылы жазылған. Егер де ол еңбекті сіздер қарайтын болсаңыздар, ол жерде моңғол деген атау мүлдем кездеспейді. Ал 12-ші томын 1818 жылы жазып аяқтаған болатын. Және де ол жерде де сіздер осы Алтын Орда, одан кейін Орта Азия, түркі халықтары жайында жазылған мәліметтер бар. Ол жерде де мүлдем моңғол деген атау кездеспейді. Ал 19 ғасырдың ортасынан бастап еңбектерде моңғол деген атау кездесе бастады. Енді сіздерге тағы да бір айта кететін мәліметім, ол Қобыланды батыр жырын сіздерде жақсы білесіздер ғой енді. Қобыланды батыр жырында Қобыланды Қазанға бара жатқан жолда қияттан шыққан қазақ Қараман батыр өзінің нөкерлерімен Қобыланды батырға келіп қосылады. Сонда қияттан шыққан Қараман батыр қазақ болады да, қияттан шыққан Шыңғыс хан моңғол бола ма сонда? Енді қият қазірде бар ғой негізі түркі халықтарының ішінде, иә? Мысалы Қарақалпақтың ішінде қият деген бар. Оны өздеріңіз де жақсы білесіздер ғой. Қорыта айтатын болсам,
сіздер қалай ойлайсыздар? Шыңғыс ханның шыққан тегі түркі ме, жоқ әлде моңғол ма? Міндетті түрде ойларыңызды комментарийге жаза кетіңіздер. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.